Мен Жұмабек Тәшенов атындағы номер 20 орта мектеп оқушысы Сайран Аманат Абай Құманбаевтың 18 қара сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін бұлғап, бұлжыратып кимей. Таза киімек дұрыс іс, ләкин өз дәулетіне артық киінбек, не киімі артық болмаса да, күнне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұрттың, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт аттан баққа өзіне ілгелерге елі болып, өзінің қатардағының ішін кидіріп, өзіне кейінгілерге әттен дүнай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигенін, не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болуы қиын іс. Кербез дегенде осындай керден немеден безіндер деген нәрселермен ұқсатамын. Тегінде адам баласына ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен оздың ғой. Демекте бәрі де ақмақ